февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ма 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, такси жалдап жіберем деп таксидің ақшасын да бермеген, таксиді шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні айдалада 16 жасар балам тоңып қалтырап айдалада тұрып, әрең дегенде такси шақырып келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой уже қандай адам екен. Қоя сал, жасамайық дедім. Енді міне нәтижесі. Ол телефоны ұстамаса, физай деймін дед, созатын аша алмаса, бұл мен балым аша алмайды ғой затты. Өзінің түрі керек қой оған. Любой адам оны білетін шығар енді, өзінің түрімен ашадың, тек қана өзінің түрімен ашадың. Ол физай деген қайда, галерея қайда, галереядан случайно кетіп қалды сен балаңа дейді. А кетіп қалған жағдайда қарамай ма? Қарамай ма соны кетіп қалған жағдайда? Неге қарамайды? Мен қандай видео жіберіп атам деп. Любой адам қарайды ғой мен қандай видео жіберіп атам деп. Бұлардікі жаңа не екен? Явно білдік қой. Кеше айтады жаңа өзі айтқан жоқ енді сол жердің бастығы ма, замы ма айтып келіп тұр, біздерге видео түсіріп берін, кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны. Біз істеген жоқпыз. Не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін. Біз деген шырпыр болып жатырмыз. Мынаяқта 16 жасар баланы қаралап жатыр. Сотқа өтіп кетті. Әлі 11 сынып бала, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін. Тіпті жаңа сіздің историяңызды қарап отырсам, білмеймін енді. Басымды қайтас құрардың, не болатынын да білмеймін. Бізге кешірім сұрап берін дейді. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды да өтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын. Мен қарсымын мұндайға дедім.